Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы. Бүгін сіздермен бірге көптің сұрауы бойынша осындай сүйкімді қонжықтың тоқылу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар бұл әдеттегідей жемшік, яғни моншақтар 8 размерде мен молочный түсінен қолданатын боламын. Және де арнайы леска. Мен өздеріңіз білесіздер, үнемі осы строительный лесканы пайдаланамын, және де қайшы. Және бізге аузына, көзіне, мұрнына арналған осындай қара және қызыл моншақ қажет болады. Ал енді қонжығымызды тоқып бастаймыз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы осында 5 моншақ өткіземіз. Моншағымызды өткізіп болған соң екі басын бірдей қылып ұстап, моншағымызды ортаға қарай итереміз. Мінекей дәл ортасына қарай апарамыздағы соңғы моншағымызға крючок жасаймыз. Және де екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей қараңыздар, сонда бізде осындай крючок пайда болады. Осыны тартып, моншақтың ішіне қарай кіргізіп жібереміз. Мінекей. Қараңыздар, біз қазір қонжығымыздың басын артынан бастап тоқитын боламыз. Мінекей. Біз қазір осы жерді тоқып жатырмыз. Қазір екінші қатарды тоқитын боламыз. Екінші қатарды түгелмен 6 моншақ етіп тоқып шығатын боламыз. Бізде уже лескамызда 1 моншақ бар. Біз мұнда 5 моншақ өткізетін боламыз. Соңғысына крючок жасаймыз. Бекітеміз. Ортасында бізде 5 қатар және шетінде 6 қатар. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп, енді жоғары жақтағы лескамызға 4 моншақ өткіземіз. Себебі бізде лескамызда 2 моншақ бар. Соңғысына крючок жасап бекітеміз. Лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей дәл осылай айналдырып, 6 моншақ етіп қатарымызды тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, біз екінші қатарды да тоқып аяқтап қалдық. Соңғы қатарымызды аяқтайтын жерде 1-ден 2 моншақтан өткіземіз астыңғы лескамызды. Астынан және шетінен өткіземіз. Қараңыздар, бізде уже лескамызда 3 моншақ бар. Енді біз бұған 3 моншақ салатын боламыз. Сонымен қатарымызды аяқтаймыз. Мінекей екінші қатарымызды да аяқтадық. Енді біз үшінші қатарға көшетін боламыз. Бұл бізде бірінші қатар, екінші қатар және де үшінші қатарды тоқимыз қазір. Үшінші қатарда 6 моншақ, 5 моншақ, 6 моншақ, 5 моншақ етіп айналдырып тоқып шығамыз. Мінекей лескамызды жәндегі моншақтан өткіземіз астыңғы. Және де осында енді лескамызға 4 моншақ өткіземіз. Себебі бізде лескамызда уже 2 моншақ бар. Соңғысына крючок жасап бекітеміз.
Міне енді астыңғы лескамызды ортада тұрған моншақтан өткіземіз. Бұл жерге енді біз 3 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Сонда бізде 5 моншақ болады. Мінеке, 6 моншақ, 5 моншақ, енді 6 моншақ тоқимыз. 6 моншақ тоқитын кезде лескамызды 2 моншақтан өткіземіз астындағы. 5 моншақ тоқитын кезде бір ғана моншақтан өткіземіз лескамызды. Бұл жерге біз 3 моншақ өткіземіз, себебі лескамызда 3 моншақ бар. Мінекей, енді жәніндегі 1 моншақтан өткіземіз дағы, бұл жерге 3 моншақ өткіземіз. Лескамызда бізде 2 моншақ бар, сонымен қосқан кезде 5 моншақ болады. Бекітеміз. Лескамызды астыңғы 2 моншақтан өткізіп, бұл жерге 3 моншақ салып, 6 етіп тоқимыз. Және те қатарымызды 6-5 етіп аяқтап шығатын боламыз. Мінеке 3-ші қатардың соңына келдік. Айналдырып 6-5 етіп тоқып шықтық. Енді лескамызды астыңғы және шетіндегі моншақтан өткізетін боламыз. 1-2 моншақтан. Және де енді бізде уже лескамызда 3 моншақ бар. Біз бұл жерге 2 моншақ өткізіп, қатарымызды 5 моншақпен аяқтаймыз. Мінеке біз уже басымыздың жартысына келіп қалдық. Қараңыздар. Біз қазір 4-ші қатарда тоқитын боламыз. Мінеке 4-ші қатарда толығымен 6 моншақ етіп тоқып шығатын боламыз. Айналдырып 6 алтаудан тоқып шығамыз. Лескамызды жәндегі моншақтан өткіземіз. Бізде уже лескамызда 2 моншақ бар. Біз бұл жерге 4 моншақ салатын боламыз. Астыңғы 2 моншақтан өткіземіз. Бірден. Бізде лескамызда 3 моншақ бар, енді 3 моншақ салып тоқимыз. Мінеке тағы да 6 етіп тоқыдық, енді тағы да осылай тоқитын боламыз. Негізі қатарымыздың барлығын осылай 6 моншақ етіп тоқитын боламыз. Тағы біреуін көрсетейін. Қараңыздар, астыңғы лескамызды 1-2 моншақтан өткіземіз. Астындағы және де үстіңгі лескамызға 3 моншақ салып бекітеміз. Байқасаңыздар, бізде уже лескамыз таусылуға шақ қалды. Бұл лескамызды қалай бекітіп жалғау керектігін сіздерге түсіндіретін боламын. Лескамызды аламыздағы артқа қарай өткіземіз. Мінеке, жоғары жақтағы лескамызды да өткіземіз. Екеуін бір-біріне қарай теңестіреміз. Енді жаңағы шыққан лескамыздың үстіне мына жақтағы лескамызды қоямыздағы жаңағы лескамызды қайтадан кері қарай өткіземіз. Мына лескамызды іліп аламыздағы моншақтың ортасына қарай тартып жібереміз. Мінекей, тура жаңағыдай қайталаймыз.
Екі лескамызды бір-біріне қарай теңестіреміз. Жаңағы шыққан лескамыздың үстіне келесі жақтағы лескамызды қоямыздағы крючок жасап іліп аламыз. Мінекей, артық қалған жерін кесіп тастаймыз. Мінекей, дәл осылай бекітсеңіздер болады. Моншақтарыңыз ешқандай да шашылып кетпейді. Енді лескамызды жалғау өте оңай. Алдында тоқып жатқандай етіп, моншағымыздан лескамызды өткіземіз. Мінекей, бірден 3 моншақтан өткіземіз. Екі басын теңестіріп, осында енді жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ салып тоқитын боламыз. Бізде астында уже 3 моншақ бар. Мінекей, енді астындағы 2 моншақтан өткізіп, тағы да 3 моншақ салып, осылай айналдырып, осы қатарымызды толығымен 6 моншақ етіп тоқып шығамыз. Мінекей, 6 моншақ етіп айналдырып тоқып шықтық. Енді осы 4-ші қатарымызды бекітетін боламыз. Соңғы жерін, мінекей, ол үшін лескамызды бірден 3 моншақтан өткіземіз қатарымыздың соңында. Бізде лескамызда уже 4 моншақ бар. Енді біз лескамызға 2 моншақ салатын боламыз. Сонымен қатарымызды аяқтаймыз. Мінекей, 4-ші қатарымызды аяқтадық. Енді 5-ші қатарда сәл өзгеше етіліп тоқылады. Қараңыздар, мұқият қарап отырыңыздар. Біз осы 4-ші қатарды аяқтадық. Енді 5-ші қатарға көшеміз. 5-ші қатарда, мінекей, 6 қатарды 5-5-тен тоқып шығамыз. 6-ауын. Одан соң 1 рет 6-ау тоқимыз. Одан кейін 2 рет 5-еу тоқимыз. Одан соң тағы да 1 рет 6-ау тоқимыз. Дәл осылай тоқып шығамыз. Лескамызды жәндегі моншақтан өткіземіз. Бізде уже 2 моншақ бар. Енді біз бұған 3 моншақ салатын боламыз. Бекітеміз. Мінекей, біреуін тоқыдық. Енді тағы да лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Бізде лескамызда уже 3 моншақ бар. Енді осында 2 моншақ өткіземіз. Екінші 5-еуіміз тоқылды. Енді тағы да лескамызды астыңғы 2 моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Мінекей, дәл осылай 6-ау етіп тоқимыз. Алтыншы 5-еуімізді де тоқып болдық. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей, айналдырып 5-еуден тоқып шықтық. Енді мінекей, біз осы жерді тоқыдық. 5-5-тен 6-ауын. Енді біз астындағы
алтау және 2 бесеу және тағы алтау тоқитын боламыз. Лескамызды астындағы 2 моншақтан өткіземіз. Бізде лескамызда 3 моншақ бар, Енді біз жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ саламыз. Сонда бізде алтау болады. Крючок жасап бекітеміз. Енді лескамызды астыңғы 2 моншақтан өткіземіз дағы. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Сонда бізде бесеу болады. Дәл осылай бесеуден 2 қатар тоқимыз енді. Бір бесеуді тоқыдық, енді тағы да бір бесеуді тоқимыз. Енді тағы да бір алтау тоқимыз. Лескамызды 1-ден 3 моншақтан өткіземіз. Алтауымызды тоқимыздағы қатарымызды бекітеміз. Мінеке, бізде лескамызда 4 моншақ бар, енді 2 моншақ өткіземіз. Болды, қараңыздар, біз 6 қатар 5-5-тен тоқып шықтық алтауын, және де 1 рет алтау тоқыдық, және 2 рет бесеу тоқыдық, және 1 рет тағы да алтау тоқыдық. Мінеке, осымен біз 5-ші қатарымызды аяқтадық. Енді біз 6-ші қатарға көшетін боламыз. 6-ші қатарда біз аузымызды тоқитын боламыз. Қараңыздар. Біз мына жерде шатасып кетіппіз, қараңыздар. Жаңағы біз мына жақтағы лескамызға емес, мына жақтағы лескамызға саламыз 2 моншағымызды. Және осы жерден бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 ақ моншақ өткіземіз. Және де 1 қызыл моншағымызды, яғни аузымызды өткіземіз. Бекітеміз. Мінеке, бекіттік. Енді лескамызды астыңғы лескамыздан 1-ден 2 моншақтан өткіземіз. Енді жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Аузымыз тоқ болдық. Енді лескамызды 1-ден 2 моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 1 ақ моншақ және 1 қара моншақ өткіземіз. Яғни көзімізді тоқимыз. Бұны да бекітеміз. Мінеке, 1 көзімізді тоқыдық. Енді лескамызды 1-ден 2 моншақтан өткіземіз астыңғы. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Астыңғы лескамызды астыңғы 2 моншақтан өткіземіз.
жоғары жақтағы лескамызға бір ақ моншақ және бір қара моншақ өткіземіз. Мінекей екінші көзімізді де тоқыдық. Қараңыздар. Бекітеміз. Міне. Енді астыңғы лескамызды астыңғы 3 моншақтан өткіземіз бірден. Енді бұл жерге бір моншақ салып бекітеміз. Мінекей. Басымыз дайын болып қалды. Енді біз қазір мұрнымызды тоқитын боламыз. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ саламыз. Бізде лескамызда 2 моншақ бар, жоғары жақтағы 3 моншақ, сонымен бізде 5 моншақ болады. Енді астыңғы лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Мінекей, сонда бізде бұл жерде де 5 моншақ болды. Қараңыздар. 5. Енді астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткіземіз дағы. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Бізде мұрнымыздың төбесі бұл жерде 4 болады. Мінекей. Енді астыңғы лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Бұл жерде де 4 болады. Астыңғы екеуі 5, жоғары екеуі 4 болады. Мінекей, мұрнымызды аяқтап қалдық. 5, екеуі 4. Мінекей, енді лескамызды жәндегі моншақтан өткіземіз. Осы жерге енді мұрнымыздың қарасын тоқитын боламыз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей, енді астыңғы моншақтан лескамызды өткіземіз. Және де келесі лескамызды да өткіземіз. Енді осы жерге крючок жасаймыз. Мінекей. Тағы да қайталаймыз. Тағы да крючок жасап бекітеміз. Мінекей. Енді артық қалған жерді қиып тастаймыз. Осымен біздің көзіміз, мұрнымыз аяқталды. Енді біз қонжығымыздың 2 құлағын тоқитын боламыз. Мінекей, осы жерге 2 құлағын тоқимыз. Тоқу үшін, қараңыздар, осы 2 жерге тоқимыз. Лескамызды аламыз дағы. Жоғарыдағы осы моншақтан өткіземіз. Мінекей, 2 басын бірдей қылып ұстап, енді осында 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Құлағын тоқу өте оңай. Қараңыздар. Енді жәндегі астыңғы моншақтан өткіземіз астыңғы лескамызды. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Мінекей, бір құлағымызды тоқып болдық. Енді біз бұны артқа қарай өткізіп бекітетін боламыз. Моншағымыз шашылып кетпес үшін. Лескамызды артқа қарай өткізіп бекітеміз. Мінекей, достар, біздің қонжығымыздың басы аяқталды. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Қараңыздар, өте керемет. Енді біз қонжығымыздың денесін тоқитын боламыз.
оны бірақ келесі сабақта көрсететін боламын. Бұл сабақ өте ұзақ болып кетті, сондықтан денесін келесі сабақта көрсетемін.